Қайырлы күн достар, қалайсыңдар? Жалпы тендер әлеміне қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Бізде бүгінгі тақырып, яғни мышление бойынша сабақ. Мышление деген сөз өзіме де түсініксіз негізі, былай айтайын. Бұл кәсіпкер болуға дайындық сабағы. Яғни сіз кәсіпкер болуыңыз үшін мен сізбен, яғни досым, бір тілде сөйлесуіміз керек. Яғни мен осы күнге дейін қаншама оқып шықтым ғой. Мысалы, неше түрлі курстарға мен кемі 20 миллион теңге ақша жұмсап тастадым. Яғни мен командамда 50 шақты адам бар. Яғни қаншама инвесторлармен жұмыс істедім. Және де қаншама қиындықтар болды, соны шештім. Яғни маған қандай қабілет маған көмектесті, соны ойлану керек. Кәсіпкер болу үшін нақты белгілі бір қабілеттер бізде болу керек, жұмыс істеу үшін. Түсінікті? Сол қабілеттерді сіздерге жеткізетін боламын. Түсінікті? Яғни кәсіпкер болуға дайындық бізде қандай тақырыптар болады? Алмасу заңдылығы бірінші тақырып, екінші. Жалпы адам неге сылтау айтады? Не үшін біз сылтау айтуға дайынбыз да? Үшінші, негативтің бізге әсері. Негативпен қалай жұмыс жасаймыз? Бастадық. Қараңыздар. Бізде қарым-қатынас құру заңдылығы 50-50 болу керек. Яғни, қараңыздар, мен сіздерге ақпарат беріп жатырмын ғой. Осы ақпаратты бергеннен кейін сіздердің тараптарыңыздан кері байланыс болу керек. Кері байланыс ол қандай суретте болады? Яғни, мына сабақты оқу керек, мына тапсырманы орындау керек, мынаған заявка беру керек, мына жұмысты санау керек, мына тендерге қатысу керек десем, сіз не? Ешқандай қорықпай қатысуыңыз керек. Сол жұмысты істеу барысында сіздерде неше түрлі қорқыныштар пайда болады. Яғни осы қарым-қатынас құру заңдылығы 50-50 болу керек. Түсінікті? Мен сіздерге тақырып, бірінші тақырып сол алмасу заңдылығын айтып жатырмын. Алмасу заңдылығы бізде 50-50 болу керек. Яғни қараңыздар, адамдар бізде бөлінеді екен екіге. Яғни жалпы адамдар алушы болады және беруші болады. Егер алушыны айтатын болсақ, бұл қалай? Бізде кез келген проблемаға, ситуацияға проблема болады ғой. Сол проблеманы шешу үшін біздің белгілі бір ұстанымдарымыз бар. Сол ситуацияға подходтарымыз бар. Түсінікті? Мысалы дейік, қазір сіз тендер оқып жатсыз, тендер үйреніп жатсыз. Енді мен сізге қазір айтсам, 10 миллион теңге тендерге заявка бер деймін. Сіз не дейсіз? Мен сразу 10 миллион теңге ма, 10 инвестор қайдан табам? 10 миллион теңге өмір қатысып көрмегем. Яғни сіздің уже көзқарасыңыз қалыптасып жатыр ғой сол ситуацияға, бір задачаға, дұрыс қой, Сол сияқты бізде адамдардың көзқарастары бар екен. Яғни бір адамдар тек қана алушы болады, немесе бір адамдар беруші болады. Алушы деген сөз, егер мысалы жағдайы бар отбасын алатын болсақ, үйінде жағдай бәрі жақсы. Баласы бар. Ата-ана баласына егер де кішкентай кезден бар жағдайын жасап берсе, жылап жатса, мысалы, ойбай жылап қалыпсың ғой, ойбай ауырып қалыпсың ғой деп, яғни жағдайын жасап берсе, ас үстінен түсіп жатса, садикке апарады, барлық жағдайын жасап береді. Жылап жатыр ма, ойбай жыламай қой балам дейді. Яғни ешқандай ошибкасына мән бермейді. Мектепте оқиды, мектепте оқыған барлық заттарын алып береді. Мама мультфильм көрем десе, мультфильм қойып береді. Ол дұрыс мультфильм көріп жатыр ма, көріп жатқан жоқ па, қарамайды. Мама үй жұмыс орындамайым дей ма, мейлі балам орындамай қойып, жата бер, демала бер дейді. Осылай мектеп бітіреді. Солай университет оқиды. Университет оқыған кезде киімдерін бәрін алып береді. Қыдырам дейм, ақшасын береді. Машина керек пе, машинасын алып береді. Енді ойлаңыздар, ол бала тек қана маған деп өсіп үйреніп қалған бала. Байқадыңыздар ғой, өсіп қалған бала, әке-шешесі барлық жағдайын жасап береді. Бірақ баланың тарапынан, яғни қандай кері байланыс жоқ, мамасы алып береді, папасы алып береді. Бірақ баласы, анашым, әкешім, да сіз алып беріп жатсыз ғой, да мен мынандай жұмыс жасап берейін, да мен кішкене өстім ғой, да мен өзім ақша тауып көрейін деген сияқты оның тарапынан ешқандай кері байланыс жоқ. Түсінікті? Содан кейін баланың көзқарасы қандай болып өседі? Тек қана маған болса екен. Яғни бұл өмірдегі барлық заттар мен үшін жаратылған деген сияқты бір ой қалыптасады.
сөйтіп университет бітіргеннен жұмысқа тұрған кезде ол бала не істейді? Жұмысқа тұрғаннан кейін бастық айтады, маған айлық көтеріп бер, маған мен отыратын креслом жұмсақ болу керек, мен ровно сағат 1-де обедке кетемін, ровно сағат 2-де кетемін, возможно кешіп келемін, сағат 6 бола ма, болды үйге қайтамын. Яғни мен өзім тарапынан ештеңе бермеймін, яғни тек қана маған бересіңдер, мен айлым көтеріңдер, маған больничный төлеңдер, маған отпускной төлеңдер деген сияқты маған дейді. Яғни ол бала мысалы ешкімге көмектеспейді, ешкімге ақыл айтпайды, тек қана маған болса екен деп өседі. Бұл алушы адамның позициясы. Енді беруші адамдар болады. Мысалы қарайтын болсақ, жағдай жоқ отбасы дейікші. Соның біріне мен де кіремін. Яғни мен мектепке дейін садикке барған емеспін, ата-анамыз қыдыртқан емес. Мен осы күнге дейін кішкентай кезімде екі-ақ рет бір паркке барған шығармын. Немесе бір 2-3 ойыншым ғана санаулы болған. И то бір апта ойнаймын да, бір аптадан кейін бір ағамыз бар еді, сол кісі тартып алатын. Яғни ойнаған емеспін. Мысалы киім бізде санаулы еді, ағаларымызбен бөлісетін едік. Үлкен ба, кіші ма, қыста туфли киіп жүреміз, асты тесік. Но бізге бір нәрсе береді ғой, немесе қыдырады ғой, қуана анашым алып бердіңіз ғой, давай сізге көмектесіп берейін, давай пол жуып берейін, давай үйді сыпырайын, давай киімді жинайық, давай біз өзіміз тамақ істеп көрейік деген сияқты беріп үйрендік. Түсінікті? Беріп үйрендік. Мектеп кезінде қой бағатынбыз, огород істейтінбіз. Қой баққан кезде параллельно кітапты алып оқып жүретінбіз. Яғни біз қандай көзқараспен өстік? Бізге кішкентай бір жағдай болса, сразу соған біз отдача болу керек деген көзқараспен өстік. Яғни беруші болып өстік. Университетте 1-ші курстан бастап жұмыс істеп үйрендім. Яғни мен ақасы өзім ақша табуым керек. Сол сияқты жұмыс істеген кезде қасымда әріптестер болса, соған ақыл айтып, көмектесіп, ешқашан мен көмектессем, маған қайтып беру керек деген бір ой болған емес. Яғни өмірде тек қана көмектесу керек, бөлісу керек, яғни беруші болу керек деген оймен өстік. Түсінікті? И уже университет бітірген, жұмыс істегеннен кейін, яғни кез келген жақсы жағдай, жақсы мүмкіндік әшешен келмейді, егер келсе, значит оның қайтып беретін бір жолы бар деген оймен өстік. Яғни беруші болып өстік. Біздің көзқарасымыз сондай. Сол сияқты енді айтайын, қараңыздар. Кімде-кім қоғамға, нарыққа ашық болса, және кімде-кім беруші болып үйренсе, инициативный болса, әрқашанда кімге бір пайда берсем екен деген оймен өмір сүрсе, бұл өмірде ешқашан ұтылмайды. Бұл факт. Яғни мен 7 жыл болды кәсіпкерлікте жүрмін, 13 жыл болды құрылыста жүрмін. Мен ешқашан ұтылған емеспін, және қасында кім беруші болса, олар да ешқашан ұтылған емес. Түсінікті? Бұл алушы және берушіге қатысты. Егер де мысал келтіретін болсақ, бізде қараңыздар, алмасу 4-ке бөлінеді. Яғни ең бірінші астынан алатын болсақ, криминальный обмен, алдау арқылы алмасу, екінші толық емес алмасу, үшінші толық алмасу, төртінші артығымен алмасу. Түсінікті? Әрқайсысына тоқталатын болсақ, криминальный обмен, яғни алдау арқылы алмасу. Мысал ретінде сіз тендер ұтып алдыңыз. 1000 штук стаканға не істейсіз? 1000 штук стаканға поставщикке сізге товар алып келсін деп ақша аударасыз. Ақша аударғаннан кейін ол бір айдан кейін товар алып келу керек. Бірақ не? Оған звондасаң, товар қайықта десең, телефон алмайды. В итоге товар да жоқ, ақшаңыз да жоқ. Сіз бердіңіз, бірақ оның тарапынан ештеңе жоқ. Бұл криминальный обмен. Ал егер де мысалы көршімен қарым-қатынасқа қатысты айтатын болсақ, мысалы сіздің дәстүріңізде, мысалы көршіңіз, жаңа көрші көшіп келсе, оған демеу беру. Үйге шайға шақыру, мысалы мебель көшіріп жатса, оны көмектесу, үйінде ремонт жасап жатса, тоже көмектесу, яғни тез көтеріліп кетсін деп көмектесу, иә. Бірақ бір күні сізге көмек қажет болды. Мысалы ретінде қыста сіз машинаңыз от алмайды, бірақ сіз аэропортқа қатты асығыссыз. Сөйтіп жексенбі күні оны тоқылдатсаңыз, есік ашпайды. Біраздан есік ашады да, мен апарып тастайсың ба деген кезде, не болды? Азанмен звондап, ұйықтаймыз ғой, біз демалып жатырмыз ғой деп, есік жабады да көмектеспейді. Яғни бұл екі мысалда бұл алдау арқылы алмасу немесе криминальный обмен дейді. Бұл жағдайда
сізде негативный эмоция, негативный состояние боласыз. Бұл алмасу дұрыс емес. Одан кейінгі алмасу неравноценный обмен, яғни толығымен емес алмасу. Сол тендер мысалын алатын болсақ, сіз 1000 штук стаканға ақша аудардыңыз, бір айдан кейін стакан келді. Бірақ 1000 штук емес, 990 штук дейікші. 10 штук жетпей қалды. Толық алмасу болмай қалды, 50-50 алмасу болмай қалды. Бұл стакан мәселесіне. Тура сол көрші мәселесінде, сол сіз көмектесіз, демеу бересіз, үйге шақырасыз шайға. Сол сияқты жексенбі күні мен аэропортқа апарып тасташы деген кезде, есікті ашты. Не болды? Воскресенье звондап, мақұл апарып тастайын дейді да. Апарып тастайды да, апарып тастайын. Ендігәрі бүйтіп маған мазаламаш, өз шаруам жүрші деп айтып тастайды. Бұл алмасу болды, бірақ толық алмасу болмады. Бұндай қарым-қатынаста негативні. Бұл екі обмен дұрыс емес. Енді равноценный обмен. 1000 штук стаканға ақша аудардыңыз, сол 1000 штук келді. Нормально. Сен көңіл-күйің жақсы, сізге алып келетін адамда көңіл-күйі жақсы. Көршімен көмектесіз, демеу бересіз, аэропортқа апарып тастады деген кезде, тұрады воскресенье мақұл апарып тастайды. Нормально же, жақсы ғой. Ешкім зиян болған жоқ ешкімге, бәрі пайдасын алды. Дұрыс қой. Енді ең соңғысы артығымен алмасу. 1000 штук стаканға ақшаңызды аударасыз, стакан келеді да 1000 штук емес, 1000 штуктың үстіне 10 штук қосып береді. Не дейді? Там досым, егер брак болып жатса, мына 10 штук саған бонусым дейді. Күшті ғой. Көршімен көмектесесің, демеу бересің, аэропортқа апарып тастады деген кезде, ой, досым болды, с удовольствием апарып тастады дейді. Апарып тастайды да, еще айтады, Астанадан қонған кезде маған звондаш, уайымдаймын ғой сені, жеттің ба, жетпедің ба. Сосын айтшы маған досым, қашан келесің, сен тағы күтіп алайын дейді. Қалай? Жақсы ғой. Яғни екі ең соңғы алмасу, яғни толық алмасу және артығымен алмасу, сол адамдармен қатынас жақсы. Бұл сабақ не туралы? Алмасу, яғни беруші позицияда болу. Біліп қойыңыздар, егер қасыңызда тек қана алушы болса, қиын. Яғни қастарыңызда адамдарды беруші қылып үйрету керек. Қастарыңызда 50-50 алмасу қарым-қатынас болса, керемет өмір сүру, керемет. Түсінікті? Қолданыңыздар, бұл кәсіпкер болудың бір қабілеті, осыны ұстаныңыздар, яғни сіздердің өмірлік көзқарастарыңыз осындай болсын, ал біз келесі сабақта сіздермен кездесеміз. Сау болыңыздар.